Достар, қайырлы күн. ИПН және СН налог қалай төленеді? Ол үшін Каспий KZ приложениесіне кіреміз. Осы жерде госуслуги бөліміне басамыз. Астына түскенде платежи для ИП, налоги для ИП. Қай облысқа жатамыз, қай қала, соны таңдайтын боламыз. Алматинский область біз үшін. Әркім өзінің қай ОГД-ға қарайды, сол жерді таңдайтын болады. Выберите тип платежа. ИПН налог біз төлеп жатқанымыз КБК 101-202. Выберите УГД. Қай ОГД-ға қарайсыз? Бізде Илийский район, Алматинский область. Выберите район. Бұл жерде селский округ болса, қай аппарат акима сіз үшін, сіздің ауданыңыз бойынша бұл жерде соны белгілейсіз. Бізде акима аппарата Междуреченский селский округ. Енді название организация. Бұл жерде название деген жерде ИП атауын жазатын боламыз. Мысалға көрсетем. Бин деген жерге ин көрсететін боламыз. Мына жерге қанша төлейсіз? ИПН налог. ИПН налог пен СН налог 1,5% төленгенде 3% екіге бөлетін боламыз. ИПН налогқа 1,5%, СН налог 1,5%. Бізде қанша сума төленеді налогқа, мына жерге соны көрсетіп, к оплате деп басып төлеп жіберетін боламыз. Келесі енді бізде СН налог қалай төленеді? Налоги для ИП. Қай облысқа жатамыз? Алматинский область. Выберите тип платежа. Бұл жерде социальный налог 103-101. СН налог дегеніміз, осыны басып, келесі выберите УГД. Қай район УГД-ға қарайды? УГД-ға қарайсыз, соны таңдаймыз. Бізде Илийский район. Және тағы да мына жерге ИП атауын жазатын боламыз. Және инін көрсететін боламыз ИП егесінің. Мына жерге суммасын жазамыз. К оплате деп төлеп жіберетін боламыз.